Бүгін IT лицей, бұл IT жаңалықтары. Микрофонда мен Кубаева Айнара 2026 жылдың алғашқы шығарылымын бастаймыз. 6-7 қаңтар аралығында 9-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі уздырылды. Лицейімізден 35 оқушы қатысып, 11 оқушы жүлделі орындарға ие болды. Олимпиаданың республикалық кезеңіне жолдама алған Серік Тоқтар, Асхат Алуа, Зеникешева Ясминур, Сырымқызы Аяруға сәттілік тілейміз. 9 қаңтар күні студенттермен дәстүрлі кездесу шарасы өтті. Кездесудің мақсаты мектеп оқушыларына бағыт-бағдар беру, тәжірибе алмасу, болашақ мамандық таңдауға қолдау көрсету және оқу мотивациясын арттыру. Кездесу барысында студенттер өздерінің білім алған мектептері мен ұстаздарына алғыс айтып, мектеп оқушыларымен студенттік өмірі мен білім алу жолы туралы ойларымен бөлісті. Сонымен қатар мектеп оқушыларының сұрақтарына жауап беріп, білім додаларына сәттілік тіледі. Мектебімізде физика және математика пәндерінің апталығы ерекше форматта өтті. Физикасыз дзюдзу жоқ, математикасыз жеңіс жоқ ұранымен ұйымдастырылған апталық Наруто анимесі желісі бойынша өтіп, оқушыларды білім сайысына тартты. Гениннен бастап Кагеге дейінгі кезеңдерде оқушылар логикасын, жылдам ойлауын, есеп шығару шеберлігін көрсетіп, нағыз білімді ниндзя екенін дәлелдеді. Ақылды үзілістер, квиз сайыстар, интеллектуалды ойындар арқылы ғылым мен шығармашылық сәтті ұштасты. Апталық жоғары деңгейде өтіп, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, білімді практикада қолдану дағдылары айқын байқалды. Ата-аналар мектебі жобасы аясында мазмұнды кездесулер өтті. Жобаның алғашқы күнінде 7-ші Ә сынып оқушысы Исатай Ералының анасы, Сәкен Ғұмаров атындағы балалар көркем сурет мектебінің мұғалімі Байзенова Лунара Айдынғалиевна оқушыларға арналған каратаж техникасын қазақ ою өрнектерімен ұштастыру тақырыбында мазмұнды шеберлік сабағын өткізді. Сонымен қатар жоба аясында 7-ші Б сынып оқушыларымен Леспек Бекарыстың ата-анасы Дусебаев Марат Леспекұлы мен Бесенова Гүлшара Әбдібековна арнайы қатысып оқушылармен жауапкершілік, үлкенге құрмет көрсету, жеке үлгі болудың маңызы тақырыптарында тағылымды әңгіме өрбітті. Кітап талқы алаңы жобасының кезекті кездесуі өтті. Аталған отырыс Бауыржан Мамышұлының көз алдымда бәріңсің атты естелік күнделігіне арналды. Кездесу барысында шығарма мазмұны жан-жақты талқыланып, кейіпкер болмысы мен авторлық ойға қатысты мазмұнды пікірлер айтылды. Қаңтар айының жаңалықтары осындай болды. Биыл жақсы жаңалықтарымыз көп болсын.